Бүгінгі күні 300 қазақстандық ислам мемлекеттеріндегі қақтығыстарға қатысуда. Бұл еліміздегі құқық қорғау органдарының мәліметтерінен белгілі болды. Былтыр біздің облысымызда дін туралы заң талаптарын бұзу фактісі бойынша 32 іс тіркелген. Ішкі істер департаменті жанындағы қоғамдық кеңес отырысында діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу жөніндегі сөз қозғалды. Діни жағдай тұрақты дегенімізбен түрлі теріс ағымдардан қауіп зор екенін ұмытпаған жөн дейді тәртіп сақшылары. Былтырдың өзінде қолданыстағы дін туралы заң талаптарын бұзудың 32 фактісі тіркелген. Биыл бұл көрсеткіш 8-ге жетіп отыр. Соның ішінде діни бірлестіктердің заңсыз жұмыс істеуі, дәстүрлі емес діни ағымдар жүргізген заңсыз медициналық қызмет түрлері әшкереленді. Бұл бағыттағы жұмыс күшейтілген. Сондықтан қоғамдық кеңесте алдын алу жайы сөз болды. На сегодняшний день ситуация в области стабильная. 2013-2017 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл бағдарламасы аясында ақпараттық насихат топтары құрылды. Оған теологтар, дәстүрлі діннің өкілдері, үкіметтік емес ұйым мүшелері, жоғары оқу орындары ұстаздары мен полицейлер кірді. Біз жастар арасындағы діни экстремизмнің алдын алуды көздейміз. Себебі осы санаттағылар адасушылыққа ұрынады. Әрине, теріс бағыттағы ағымдардан әсіресе жастарға қауіп күшті. Сондықтан облысымызда ақпараттық насихат топтары, колледж, жоғары оқу орындары мен мектеп оқушыларына түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Ал бұл топтарға мешіт имамдары, тәртіп сақшылары, үкіметтік емес ұйым өкілдері мүшелік етеді. Біздің қоғамдық бірлестігіміз біздің облысымызда 13 ауданда және Петропавл қаласында 70-тен астам лекциялар, конференциялар, дөңгелек үстелдерді өткізді. Және әлеуметтік зерттеу біз өткіздік. Діни экстремизм мен терроризмді алдын алу ары қарай жалғастыру керек. Және де басқа органдарменен, мемлекеттік органдарменен және қоғамдық бірлестіктерменен бірге осы жұмысты атқару керек деп ойлаймыз. Дәстүрлі дінді түсінбеу адасушылыққа алып барады. Жиынға қатысушылар қару асынып ислам елдеріндегі соғыста жүрген отандастарымыздың қателігін басқалар қайталамас екен дейді. 2015 жылдан қолданысқа енген жаңа заң тармақтарына сәйкес оларға аяушылық жасалмайтынды айта кеткен жөн. Айгүл Ысқақова, Екатерина Белоусова, Азамат Жантурин, ақпарат.